1 миллион теңгені ұтып алғың келсе, видеороликті соңына дейін қара. Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Ақыл батл кап жеңімпазы 1 миллион теңге алады. Елімізде 14-35 жас аралығындағы жастар арасында өтетін ақыл батл кап сайысы 3 кезеңде жүзеге асырылады деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Бірінші кезең өңірлік онлайн іріктеу, екінші кезең өңірлік финал, үшінші кезең республикалық суперфинал. Сайыстың бірінші кезеңі 1 және 20 мамыр аралығында болады, ал финалдық сайыс биылғы жылдың қазан айынан өтеді деп жоспарлануда. Болашақ Қазақстанға қ атқарушы директоры Бибінұр Шербаева жастардың турнирге ақыл батл кап қосымша телефон арқылы жүктеп арқылы қатыса алады деп хабарлайды. Әр өңір бойынша ең көп ұпай жинаған 100 қатысушы орталықта өтетін турнирге қатысады. Ол жерден команда жасақталып, өзара бақ сынайтын болады. Ішіндегі ең үздік топ Астана қаласына өтетін республикалық ақыл батл кап сайысында қатысады. Оның әрбір жүлдесінде бағаланғанда бағалап отыратын қазылар алқасы болады. Ең соңғы шешім негізінде әділ қазылар бал қоюымен ең көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жалпы жүлде сомасы 2.600.000 теңге деп құрайды, деді директор. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.